Брушта в красном углу октагона его соперник в сегодняшней схватке. Боец из Казахстана. Бойцу 30 лет. Его рост 177 сантиметров. Его официальный вес 66,3 килограмма. Он мастер спорта по ММА, мастер спорта по жекпе-жек, чемпион Казахстана по ММА. Его профессиональный рекорд — 1 победа без поражений. On the red corner, fighter from Kazakhstan, Ablay Maqsood. Рефери в октагоне Бауыржан Жаманов, Узбекистан. Тут перед началом этого поединка поступила одна интересная информация. Инсайдерская информация. Мы, конечно, в радио превращаться не будем. Бойцов мы объявили, но мы не объявили третьего человека в октагоне. Это рефери. Первый раунд. Бауыржан Жаманов. Нам нужно, чтобы показали его крупным планом, потому что он главный человек сегодня. Но кроме, конечно же, Аян Турсун и Марины Шутовой, это главное событие сегодняшнего вечера. К чему я это говорю? Я неге дейсіздер ғой. Өйткені бүгін рефери мырза 40 жасқа толып жатыр екен. Комментарийде Happy birthday to you деп жазып қойыңыздар. Да, для тех, кто не понял, Бауыржан Жаманов, рефери сегодняшнего октагон 52, отмечает сегодня юбилей, да, это? Я 40 жасқа келіп жатыр. Вот именно сегодня, 18 ноября, Бауыржану Жаманову исполнилось 40 лет. Возвращаемся. Нағыз профессионал. Той демейді, туған күн демейді, жұмыс болса, жұмыс орнында. Давай вернемся к бою. Мақсұт бірден қарсыласты. Тут решили устроить подарок. Убушев и Мақсұт сразу же занял позицию бокового контроля. Міне мойындалмақшы қазір. Убушев жинақы, бірақ қарсыласын бауындқа шығарып қойды. Вышел на гильотину Аблай. Көмектесу керек қазір. Міне, сылалған екен. Растягивает. Толқындырады ма? Мойынды шығара алмай жатыр, жанталасып қазір. Ердің есінен танды ғой, тоқтату керек. Кажется, уснул, да! Аблай, Мақсұт одерживает досрочную победу. Толқындырып тастады, я. Гильотина әдісінен қазір. Есінен танды. Аралас жекпе-жекті алғаш рет көріп отырған адам болсаңдар, шошынбаңыздар. Бұнда тұрған ештеңе жоқ қазір. Бірнеше секундтан кейін есіне келеді. Егер есінен танудың жолын таңдайтын болса, онда қылқындыруды таңдаңыздар, е? Неге десеңіз, ол нокаутқа қарағанда әлдеқайда жеңіл, организмге зақым келмейді ешқандай. Есінен танды, міне аяққа тұрды. Керексеңіз тағы да айқас беруге дайын. Соңына дейін айқас. Берілген жоқ. Берілуді ойлаған да жоқ. Ердің Убушуев, ал Аблай Мақсұт осымен 2-0 деген рекордтың егері. Тамаша, керемет. Қырық 8 секундқа созылған жекпе-жек. Осылайша керемет гильотина әдісімен аяқталып отыр. Жеңімпаз ресми түрде атайтын болады. Бой продлился 48 секунд. В первом раунде на отметке 48 секунд победу приемом гильотина одержал боец из красного угла октагона Аблай Мақсұд.